Сәлем құрметті достар, біз бүгін математикалық сауаттылық кітабын ашып, нұсқаларды талдап көреміз. Алдымен бірінші сұрақты қарайық. Барлық заттардың бағасы мен түрлері берілген. Айым өзіне қажет заттар таңдау үшін барлығы 2800 теңге жұмсаған болса, қалам мен өлшегіштен нешеу алғанын табу керек. Яғни 3100 теңгені 6-ға көбейтейін, 310 теңгені 6-ға көбейтейін, сонда 1830 теңгеге ол дәптер алды. Егер 2800 теңгеден 1830-ты шегеретін болсақ, онда ол 940 теңгеге қалам мен өлшегіш алған болады. Қалам мен өлшегіштің саны бірдей, дана деген штук. Сондықтан 150 қосылған 85 бұл бізде қаншаға тең болады? 235. Яғни бір қалам мен бір өлшегіш сатып алуға 235 теңге жұмсайды. Ал 940-ты 235-ке бөлетін болсам, менде жауабы 4 шығады. Яғни 4 қалам мен 4 өлшегіш сатып алған екен. Келесі, Салтанат осындай бір дүкеннен өзіне тапсырыс береді. Егер әрқайсының бағалары берілген болса, онда ең арзан нұсқаны табуымыз керек. Яғни бір көйлегіміз $35, 35 доллар 375 теңгеге көбейтейін, оған қосайын доставканың бағасын 1850 теңге. Бұл бізде біріншісінің бағасы А бойынша, екіншісінің бағасы $42, яғни $42 375-ке көбейтемін. Бұған жеткізу құны тегін, яғни 0 теңге қосамын. Үшіншісі $30 көбейтемін 375-ке, оған қосамын 3700 теңгені. Енді осының әрқайсысын есептеп жауабын жазайық. Біріншісінде 35 көбейтілген 375, менде 13125 шықты, оған 1850 теңгені қосайын. 14975. Келесі 42-ні 375-ке көбейтетін болсам, 15750. Бұл қымбатқа шығады екен. Ал С бойынша заказ берсе, онда бізде 14950 теңге шығады. Сонда ең арзаны С деген интернет дүкенінен заказ берсе. Келесі, кестеде велосипедшінің 2 күнде жүрген жолының шамалары енгізілген. Велосипедші 3-ші күні 1-ші күнгідей жолды 2-ші күнгідей жылдамдықпен жүрсе, онда қанша уақыт жүргенін тап дейді. Егер ол 60 километрді 10-мен жүретін болса, онда ол 6 сағат жүреді. Ал егер 40 километрді 5 сағат жүретін болса, онда оның жылдамдығы 8. Енді уақыт Т тең S бөлінген В. Бізге бірінші күнгі жолды 60 километр, екінші күнгі жылдамдықпен, яғни 8-бен жүреді. 60-ты 8-ге бөлетін болсам, 7,5 сағат. Төртінші есеп, математика сөзі берілген, алгебра сөзі берілген, геогебра сөзі берілген. Енді мына жерде заңдылықты тап дейді. 3n қосылған 2 тең 11 деп алсам, 3n тең болады 9-ға, n тең болады 3-ке. Келесі, алгебра сөзін алайық. 2n қосылған 5 тең 9-ға, 2n тең болады 4-ке, n тең болады 2-ге. Бірінші сұрақта математика деген жерде А деген әріптің саны 3, екінші сұрақта А деген әріптің саны 2. Сондықтан n дегеніміз А әрпінің саны әрбір сөздегі. Сондықтан геогебра сөзінде бір ғана А бар. Бұл 8 азайтылған 3 көбейтілген 1 деген сөз, яғни жауап 5-ке тең деп алайық. Келесі сұрақ. Диаграммада 5 оқушының алған ұпайлары көрсетілген. Нұргүл Сабинадан неше пайызға артық ұпай жинағанын анықтаңыз дейді. Нұргүл бізде 80, Сабина бізде
60 ұпай жинаған. 60-ты 100% деп алам. 80-ді x% деп алам. Сонда x табу үшін 80 көбейтілген 100 бөлінген 60. Бұл бізде 133,3%. Сонда 133 дегенім 100%-дан 33%-ға көбірек. Неге бұндай есеп берді екен? Бірақ жауабы b-ға жақын. 6-шы сұрақта 120 см квадрат болатын тіктөртбұрышқа 5 шаршы салынған. Барлығы шаршы, бұны білуіміз керек. Бойылған бөліктің ауданы тап дейді. Ал енді құрметті достар, бұл жерде ең кішкентайды мен А деп алайын. Ең кішкентайдың қабырғасы А-ға тең болсын. А. Сонда мынау ені қанша екенін табайық. Өйткені ұзындығы 3А болып тұр. Енді егер ұзындығы 3А болса, мына жер 1,5А болады. Мына жер 1,5А болады. Сонда мына жерді 1,5А дейтін болсам, енді 1,5А қосылған 1А, ені 2,5А, ұзындығы 3А. Сонда 7,5А квадрат бізде 120-ға тең болады. Сонда А квадрат табу үшін 120-ны 7,5-ға бөлейін. Бұл бізде қанша шығады? 16-ға тең болады. Сонда бір қабырғасы бізде А деген 4-ке тең. Онда 1,5 есе үлкен болса, бұл жер 6. Мына ені де 6. Сонда 6 жерде 6, 36-ға тең болады. Енді тексеріп көрейік. 36 болсын. Мына жерде 36 болсын. 72. Төбеде 4 жерде 4, 16, 16, 16, 48. 48-ге астында 36, 36, 72-ні қосайын. 120. Жауап дұрыс екен. 7-ші есеп. Тіктөртбұрыштың неше пайызы боялғандығын анықтаңыз. Бұл үшін мына жерден бастап былайынан биіктік тұрғызайын. Сол кезде көреміз. Мына үстіндегі мына боялған жермен бірдей ауданға тең. Мына астындағы кішкентай үшбұрышпен мына кішкентай үшбұрыш бірдей ауданға тең. Сондықтан бұл тура жартысы, яғни 50% дегенді көрсетеді. Өйткені біз ақты бұлай бүктейтін болсақ, мына көкке сәйкес келеді. Астындағы ақ үшбұрышты бүктейтін болсақ, астындағы көк үшбұрышқа сәйкес келеді. Сонымен мына есепте цифрлардың қосындысы болады. 20, 10, 30 қоссам 60. Ал мына жерде цифрлардың қосындысы 42. 60 дегенім 6 мен 0. Яғни 6-ға 0-ді қоссам 6, сондықтан ортада цифрлардың қосындысы 42. 4 пен 2-ні қоссам 6. Ал мына оң жақтағы үшбұрышта цифрларының қосындысы маған 36-ны береді. 3 пен 6-ның қосындысы 9. Жауап Е. 9-шы есеп. Өрік алмадан 4 есе жеңіл. Ең жеңіл нәрсе өрік, одан кейін шабдалы, одан кейін алма. Сондықтан өрікім менде X, алма 4X, шабдалы, өріктен 2 есе ауыр, сондықтан 2X. Алманың массасы 4X дегенім, шабдалы мен өріктің массасы 2X-қа 1X-ті қосам 3X. Осыған қарағанда 50 грамға ауыр. Яғни 4X азайтылған 3X бұл жерден X тең 50-ге болады. Бұл бізде өріктің массасы 50. Алма бізде 200 грамм. Шабдалы бізде 100 грамм. Енді үшеуінің массаларының қосындысы 200 қосылған 100 қосылған 50, 350 грамм. Келесі, берілген қатар сандар қатарының модасын анықтаңыз. Мода деген ең көп кездесетін сан. Ең көп тыңдалатын өлеңді модадағы өлең деп айтады. Сол сияқты 43 бізде ең көп кездеседі. Жауап Д.
11-ші есепте Бейбарыс Аружаннан қанша ұпайға кем жинаған дейді. Бейбарыс 40, Аружан 60 жинайды, яғни 60-тан 40-ты азайтамыз. Бұл өте оңай есеп. 12. 4 метр және 3 метр болатын тіктөртбұрыш дәрежесі кілемнің ауданы 4/12. Бұл еденнің 3-тен 2-сін жауып жатыр, яғни 12-ні бөлеміз 3-тен 2-ге. Бөлік бойынша санды табу кезінде бөлеміз. Сонда бұл көбейтіледі 2-ден 3-ге. Сонда жауап 18. Я, 6 жерде 3-ім 18. Өйткені 18-дің 3-тен 2-сін тап десе, 18 көбейтілген 3-тен 2, ол 12-ге тең. 13. Маржан аудан орталығына барып, сауда орталығынан заттар сатып алды. Маржан 15 мың теңге жұмсаған болса, барлық жұмсалған нәрселер көрсетілген. Маржан сауда орталығында қанша теңгеге сауда жасады дейді. Көйлек болсын, сумка болсын, шалбар болсын, бұның барлығы сауда орталығында жұмсалған. Сауда орталығына жатпайтын нәрсе бұл бізде жол шығындары, яғни баруы, қайтуы. Сондықтан жол шығындары 10%, қалған 90% бізде маржан сауда жасау үшін жұмсаған деп есептейміз. Яғни 15 мыңды 100% десек, оның 90%-ын табу үшін 100-ден 90-ға көбейтеміз. Немесе 10-нан 9-ға. Сонда барлығы қысқарып маған 150 көбейтілген 90, 13.500 теңге деген жауапты білдіреді. 14-ші есепте барлығы көрсетілген, бірақ бос орындарды толтыруымыз керек. Ақпан айындағы кітаптар тиражы қаңтар айындағы журналдар тиражының 0,2 бөлігінде, яғни мынау кітаптар тиражы. Бұны табу үшін 3700, яғни қаңтардағы журналдардың саны міне берілген. Бұның 0,2 бөлігі болса, бұға көбейтеміз бөліктің санына. Сонда бізде шығады 740. Бұл ақпандағы кітап саны. Енді наурыз айындағы газеттер тиражы, мынау жоқ бізде. Осыны табу үшін ақпан айындағы кітаптар тиражы 740 пен қаңтар айындағы газет саны 5200-ді қосуымыз керек. Сонда 5940 бұл бізде да жауабын береді. 15-ші сурет берілген. Бұл жерде боялған бөліктің ауданның жалпы ауданға қатынасын табыңыз дейді. Боялған бөліктің ауданын табу үшін кішкентай көкті ең кішкентай бөлігін А деп алсам болады. А. Сонда мына А квадрат. Мына жағы одан 3 есе үлкен. Сондықтан бұны 3А квадрат деп аламын. Ал мына жерде ол 4А квадратқа тең. Логично, я? Сонда 3А квадратқа 4А квадратты қосам 7А квадрат. Бұны жалпы ауданға бөлем. Яғни мына жерде мынау кішкентай бөлік 1А болса, мына жер 2А. Онда мына ұзындығы 4А. Ені де 4А болады. 4 16А квадрат. Сонда жауабы 16-дан 7-ге тең. Математикалық сауаттылықтан сынақ аяқталды. Бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар.